Сәлем достар, бүгін біз сіздермен кекс дайындайтын боламыз. Біз кекстан осындай әдемі торт жасауымызға да болады. Бізге кекске керек заттарымыз 3 жұмыртқа, 150 грамм қант. Осы массаны жақсылап араластырып аламыз ағарғанша. Содан соң біз жылытылған сары майымызды қосамыз 150 грамм. Оның үстіне жылы сүтімізді қосамыз 150 грамм. Одан соң 1 шай қасық сода қосамыз. Одан соң барып 150 грамм ұн, 70 грамм какаомызды қосып, жақсылап електен өткізіп аламыз. Осыны жақсылап миксерлейміз. Осы дайын болған массамызды қызып тұрған пеште формамызға қойып, 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің кексіміз дайын болды. Осы кекстан біз ары қарай торт жасаймыз. Осы кексті жақсылап салқындатып алып, бетін жақсылап пышақпен кесіп аламыз, тегістеп. Кексімізді екіге бөлеміз ортасынан. Креміне өте оңай кремі, 33% сливкеді жақсылап қою болғанша соғып аламыз. 400 мл-ін 200 грамм сгущенкамызды қосып, жақсылап тағы да миксерлейтін боламыз. Жаңа кесіп алған бөлігімізді кремдерін ортасына жағып, үстіне жағып, ұнтағын бетіне, қапталдарына сеуіп, осындай әдемі торт шығарамыз.